Сәлем достар, бүгін сіздерге пачуба салатының ерекше дайындалу түрін көрсететін боламын. Қонақ келген кезде холодныйдың қасына рулет есебіне қойсаңыздар, тіптен күшті дастарханыңызды ашып әдемі болып тұрады. Ең алдымен морковь, жұмыртқа, свекло, картопымызды суға қайнатып пісіріп, теркіден өткізіп дайындап аламыз. 2 тіс чесногымызды майонезбен араластырып соусын дайындап аламыз. Лавашымызды жайып, арасына соусымызды жағып, кезекпен кезек салмасын салып шығамыз. Видеодағыдай дайындаймыз. Лавашымызды шетінен рулет құсатып орап, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Пачуба салатымыздың ерекше түрі дайын болды. Бұны видеодағыдан да жіңішке етіп турап дастарханға қойсаңыз, холодныйдың қасына қойсаңыз өте әдемі болып тұрады. Ерекше пачубамыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.